Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге оқушыларыма қатты ұнап жүрген карта ойынын көрсеткім келеді. Мінекей көріп тұрсыздар, мына бөлігі кәдімгі карта. Ал келесі жағында мен мындай етістіктерді дайындап қойдым. Әдетте оқушылар етістіктердің бұрыс түрін шатастырып жатады, ал бұл осы ойын арқылы жеңіл және тез жаттап алуға оқушылар машықтанады. Енді қалай ойнаймыз? Біріншіден оқушыларға осылай етістіктерді көрсетіп аламын. Бірге оқып шығамыз. Си, со, ге, уен, би, оз, уе, ду, ди деген сияқты қылып оқып аламыз. Мына жерде қазір дәл қазір араластырып тұрған жоқпын, ал сіздер араластырып қоюыңызға болады. Мысалға ду мен ди қатар кетіп тұрса, мына жерге осылай жасап қоюыңызға болады. Бір уақыт бересіздер оқушыларға. Одан кейін оқушы қарап болғаннан кейін бұл картаны қайтадан орнына алмастырып қоямыз. Яғни карта бетін қоямыз. Міне осылай карта бетін қайтадан қойдық. Енді оқушылардың жұмысы етістіктерді дұрыс табу. Мысалға бірінші етістікті ашуға бір оқушыны шақырасыз тақтаға. Дит деген етістік ашылды. Осы дит етістігінің бұл өткен шақта тұр, past simple'да тұр. Енді осы диттің бірінші жағын табу қажет. Енді оқушылар мана қарап алды бір рет. Қай жерде осы етістіктің бірінші түрі тұрғандығын естерінде қалып жатса, бірден ашып көрсетеді. Ал аша алмаған жағдай болса, онда оқушыларға мүмкіншілік бересіздер. Ол, яғни былай іздеп шығу. Мінекей do, did. Екеуін алып қалады. Одан кейін келесі оқушы тақтаға шығып, see деген етістікті көреді. See-дің бұл бірінші түрі, енді екінші түрі, яғни өткен шақтағы түрін оқушы жаңағыдай тағы да есте сақтап қалғандығы болса бірден ашады. Ал есте сақтамаған болса, оқушылар әрбір картаны ашу арқылы іздейді. Мыналардың етістіктердің өзін, яғни мына етістікке емес екендігін білудің өзі үлкен жетістік. Си, со деп оқушы тауып қайтадан орнына қоя береді. Міне осылайша ойнап шығуға болады. Бұл бір түрі. Етістіктерді осылай таратып беремін. Яғни мына бірінші оқушыға си, г, би, дзу. Ал қарама-қарсы отыратын оқушыға, немесе қасында отыратын оқушыға when, so, was, were, did. Осы етістіктерді бұлай жауып беремін. Алдын ала өзім бөліп аламын ғой. Мына етістіктерді мен осылайша бөліп аламын да, бұны мысалға бір оқушыға беремін. Мына етістіктерді осылай алдын ала дайындап барып, келесі оқушыма беремін. Кәдімгі карта ойыны ретінде осылай оқушылар бөліп алады. Ендігі ойын шарты, оқушылар осының барлығын қолдарына ұстап отырады. Кәдімгі карта ұстағанда ұстап отырады. Одан кейін бір-біріменен осы картаны кезектесіп суырып отырады. Мысалға, бір оқушы мына картаны суырады да, do деген етістікті алып шығады. Со do деген етістіктің өткен шағын өзінің картасының арасындағы етістіктерден алып, оны алып тастайды. Мысалға, бір оқушы ұстап отырса, өзіне осы жағы көрінеді ғой. Мінекей, did деген етістікті алып, қалған өз жағында осы жақтырып, мына етістікті алып, do мен didті көрсетеді мұғалімге. Мұғалім дұрыс деген болса, онда бұл етістіктер әрі қарай ойынан шығарады. Келесіде енді мына оқушыдан алады бір картаны. Одан кейін тағы да жаңағыдай, егерде дұрыс тапқан болса, ойынан осылай шығарып отырады. Мінекей оқушылар осы ойынды бар болғаны бір 3 минутта, 2 минутта жылдам ойнап шығады. Әрине қателесетін оқушылар да болады. Ол жағдайда мұғалім
түзіп, алдағы уақытта оның олай жасамайтындығына көзін жеткізеді. Мінекей осы ойындар менің оқушыларыма қатты ұнап жүрген ойындар және жақсы жетістіктер беріп жүрген ойындар. Егер де менің карта ойыным сіздерге ұнаған болса, сабақтарыңызға пайдаланыңыздар. Баршаңызға сәттілік.